Ассалаумағалейкум ағайын. Эфирде әдеттегідей көзқарас бағдарламасы және мен Ирак Елекеев. Қазір әлемде интернет қолданушылардың саны артқан сайын кейбір қылмыста өршіп келеді. Symantec Corp антивирус компаниясының арнайы зерттеуі кезінде 1 секундта 14 алаяқ тіркеледі екен. Өткен жылы әлем экономикасына ғаламтордағы қылмыскерлер 114 миллиард доллар шығын келтіріпті. Байқағандарыңыздай, бүгінгі хабарымызды кейбір қылмыспен күрес мәселесіне арнамақпыз. Қонағымыз Қазақстандық софтверлік компаниялар қауымдастығының президенті Азаматхан Әміртаев мырза. Қош келдіңіз, Азамат бауырым. Құрметті көрермен, бағдарлама тікелей эфирде жүріп жатыр. Байланыс телефонымыз 553 710 әлде 55 37 10. Енді Азамат, менің өзіңе сұрағым, осы хакер деген кім? Бұл қылмыскер ма? Баяғыда біздің заманымызда хакер деп бір ухажерін айтатын еді. Қазір басқаша бір компьютер тілінде. Осы кімдер бұлар, хакер деген? Бұл азамат па? Әлде бір жеке тұлға ма? Әлде кім бұл өзі? Ақылды ма? Ақылсыз адам ба? Бұзақы ма? Бұзақсыз адам ба? Кім бұл? Негізі, мынау хакер деген сөз, шетелдік сөз, шетелден келген сөз. Бұлай енді қазақша бұның мағынасын айтатын болсақ, бұл сындыру, құрту деген сөз білдіреді. Енді хакер деп бұрын бізде мына өте жоғары деңгейлі программистер аталатын. Бүгінгі күні, мына шыны керек, бүгінгі күні хакер деп стандартты емес программалау, бағдарламалау түрлін білетін адамдарды айтады. Енді оларды былайша айтқан кезде хакерді кейбір қылмыскер деп атайды, мысалға. Енді осылардың кесірінен, мысалға, мынау компьютерлерде, компьютер желісінде үлкен проблемалар болады. Олармен біз, мысалға, айта кету керек, мысалға, мына дүние жүзінде кейбір қылмыс деген заң Швеция елінде 1970 жылы қабылданды. Одан кейін 1989 жылы Америка елінде қабылданды. Ал бұлай көршілес еліміз біздің Беларусия елінде 1998 жылы кейбір қылмыс деген заңды қабылдады. Ал біздің елімізде бұл заң әрбір баптардың арасында, әрбір заңның арасында тұр. Ал бұл бірігіп бір қылмыс, кейбір қылмыскер деген заң әлі пайда болған жоқ. Бірақ осы жақын арада болашақта болады деген ойлап отырмыз солай. Өйткені бүгінгі күні проблемалар өте көп, проблемалар. Негізі біз енді көп нәрсені жақсы жағынан айтамыз, мақтанамыз. Ол дұрыс, бірақ проблема жақты, мәселе жақты айтпаймыз. Негізі мәселе қаншама құжаттар, қаншама ақпараттар, қаншама ақша ұрланып отыр. Осы сондықтан біз айтуымыз керек, бұны білдіртуіміз керек, бұнымен күресті бастауымыз керек деп ойлаймын. Азаматқа мен сұрағым, ата-аналар отыр ғой. Мен ата-аналарға айтайын деген сөзім сен арқылы түсініктірме бергенің дұрыс шығар деп ойлаймын. Мына балдары немен шұғылданып отырады компьютермен. Олар ата-аналар жұмыста қазір білмеуі мүмкін. Шына келгеннен кейін тексерген жөн сияқты деп мен ойлаймын, мен өзім пікірім. Себебін айтайын мен. Мен компьютерді ашып келем, көзі қысқар, қыз маған қарап отырады. Мына жерде басшы деп маған. Ол не үшін істелген, солайшы маған? Ол шақырып отырға мен бірдемеге. Мына негізі ғаламтор жүйесі, интернет жүйесі, мына дүниежүзілік жүйе ғой. Сондықтан бұл айтқан кезде біздің бұл осы өміріміздің айнадағы бейнесі ғаламтор дегеніміз. Ол жерде бір мысалы компьютерден біз жақсыны да көре аламыз, жаманды да көре аламыз. Мысалға әрбір жанұяда бір компьютер тұрады үлкен. Ол компьютерден әкесі де жұмыс істейді, шешесі де, балалары да жұмыс істейді. Сонда мысалға бұл тәртіп мәселесі, бұл жерде мысалға көптеген жаңағы әртүрлі жаман сайттар бар интернетте. Одан бізді балаларымызды қорғауымыз керек. Қорғаудың жолдары бар. Ол мысалға арнайы фильтр дейді. Фильтр қойып, көптеген керек емес жаман сайттарды жауып тастауға болады. Үйде ашылмайтындай. Сондай бір. Одан кейін екінші бір жолы бар. Екінші, мысалы, әке шешесі баласын қадағалай алады. Ол жаңағы, мысалға, бұл интернетте, жаңағы біздің браузерлерде, оларда жаңағы әртүрлі тарих
былай ашылған тарих көрініп тұрады. Мысалы, баласы қандай сайттарды ашты, қандай заттарды іздеді, көріп отыруға болады. Бір күндік, екі күндік нені қарап, сол бойынша бақылауды көтерсе, ол да бір тәрбиеге алудың несі болады деп ойлаймын, бағыты. Құрметті көрермен, біздің қосылып отыр бүгінгі біздің бағдарламамызға Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі криминалдық полиция комитетінің басқармасының басшысы. Мен айтайын, фамилиясын айтуға болмайтын шығар деген бір сөз бар. Жандос деген азамат. Жандос, тыңдап отырсыз ба бізді? Тыңдап тұрмын, сәлеметсіздер ме? Рахмет, Жандос, бізге қосылғаныңа. Ол осы бізде Қазақстанда қалай осы қылмыстық әрекеттер бар ма, осы хакерлер? Ғаламтор арқылы жасалатын осындай. Жандос? Тыңдап тұрмын. Бізге отчет керек емес, бізге осындай мәліметтер берсең. Енді рахмет сұрағыңызға. Кибер қылмыс бұл виртуалдық кеңістікте ақпараттық технология саласында жасалатын қылмыс болғандықтан, біздің Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде де баптар көрсетілген. Кибер қылмысқа қатысты бірнеше баптар бар. Оларды атап кетсек, ол 227 бап компьютерлік ақпаратқа заңсыз кіру. Авторлық құқыққа контрафакт, ол да кибер қылмыстың бір түрі болып саналады. Бізді кибер қылмыстың өзі үш түрге бөлінді деп айтуға болады. Ол компьютерлермен байланысты, компьютерлік арқылы жасалатын қылмыс. Біріккен ұлттар ұйымының сарапшылары берген анықтауға сәйкес, кибер қылмыс термині бұл компьютерлік жүйенің, желінің көмегімен немесе осы компьютерлік жүйеге, желіге қарсы жасалған кез келген қылмыс болып табылады. Яғни біздің қылмыстық кодекстегі көптеген баптардың өздері осы кибер қылмысқа қатысты болуы мүмкін. Жандос, жақын арада мен естігем, кімнің баяндамасын тыңдадым, Йоган Меркельдің арнайы қылмыстық кодекске арнайы бап емес, арнайы бөлім болу керек деген ұсынысты. Сіз осы қолдайсыз ба? Иә, бұл мәселені қолдаймыз, өйткені біздің мемлекетте де басқа мемлекеттермен бірге дамып келе жатыр интернет, ғаламтор. Интернеттегі жасалып жатқан қылмыстарда шекара болмайды. Яғни қылмыскерлер басқа мемлекетте отырып, басқа мемлекетке мысалы өздерінің қылмыстық әрекеттерін жасап отырады. Немесе жәбірленушілер басқа мемлекетте отырады. Бұл мемлекеттерде бір-бірімен халықаралық қарым-қатынас болу керек. Жандос, былтыр осындай мынау кибер қылмыс қанша тіркелді біздің Қазақстанда? Енді әлде біздің Қазақстанның азаматтары шетелге шығып, мен әлге естіген бар, баяғыда бірге белгілі қаржыгер бар ғой, кім деген, Блюмер ма,